Достар, кроссоверлар сегментіне де келіп жеттік. Бізбен бірге болыңыздар. Қандай кроссоверлар бар екенін көрейік бірге. Орбис Автопробег компаниясында Сүйінбай 243 мекен-жайы бойынша. Бірінші кроссоверлар топтамасын бізде Nissan X-Trail автокөлігі ашады. Автокөлік 2021 жылғы 2.5 қозғалтқышымен жабдықталған. Жалпы жүрілген шақырымы 7100 км екен. Өздеріңіз көріп отырғандай астына автобокс қойылған, Nissan оригинал. Жалпы состояниесіне келетін болсақ, өте жақсы состояниеде. Автокөлік Asset Top комплектациясында. Бұл Asset Top комплектациясы LE Top'тан разницасы неде екенін білсеңіздер болады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде LE Top комплектациясы, алдында Distronic бар. Бұл дегеніміз алдында егер бір зат шығып қалса, адам шығып қалса, немесе автоматты түрде тоқтату үшін осындай өзінің Distronic деген датчигі бар. Ал мына жерде Asset Top комплектациясына келетін болсақ, бұл жерде тек қана 3D Nissan'ның өзінің ғана логотипі көрсетілген. Бұл дегеніміз осымен разницасын білсеңіздер болады. Автокөлік жалпы доптармен жабдықталған, толық шумоизоляция қойылған екен, үстіне де қойылған екен. Жалпы крылоларында жоқ екен шумоизоляция. Автокөлік 2.5 қозғалтқышымен жабдықталған. Егер де сіз X-Trail кроссоверларын көретін болсаңыздар, дұрысынан негізі 2.5-ін алған дұрысырақ, өйткені 2.5 бұл автокөлікке егер де сіз тауға шығатын болсаңыздар, үлкен подъемдарға шығатын болсаңыздар, 2.5 қозғалтқышы бұған өте өзіне сай. Ал 2 литр қозғалтқышын алатын болсаңыздар, ол тек қана қалада айдау керек болса автокөлікті, особо бір тауға шығуға, сыртқа шығуға керек жоқ болса, онда 2 литр қалаға болады. Үстіне рейлингтер қойылған, өзінің родной рейлингтарына қыстырылып, осындай багажник қойылған екен. Жалпы автокөлік бронепленкамен қапталған, өзінің дверной канттары бар, солар қапталған. Бесключевой доступ, Asset Top комплектациясы екен. Бағасына келетін болсақ, 17 790 000 теңге. Қазіргі таңда 2021 жылғы автокөлік осы Орбис Авто компаниясында сатылымда тұр екен. Келесі кезекте бізде тағы да X-Trail бұл жерде LE Top комплектациясы. Разницасын көріп тұрсыздар, бұл жерде дисктардың дизайны өте ерекше, және де размерінен Asset Top'тан комплектациядан бұл жерде уже 19 размерлі дисктармен орнатылған екен. Алдыңғы фаралары диодты фаралар болып саналады. Бұл жерде егерде оңға солға рульді бұрған жағдайда фаралары бұрылып жаңағы освещение түсіреді сізге ыңғайлы. Автокөлік кожалық салонына келетін болсақ, биржевый түсті екен. Автокөлік жабық екен, бесключевой доступ, рейлингтер орнатылған. Бағасына келетін болсақ, бұл автокөліктің 17 290 000 теңге екен. Неліктен арзан десеңіздер, бұл 2019 жылғы автокөлік екен. 40 000 шақырым жүрілген екен. LE Top комплектациясында да тағы да 360 градустық камераның камералары бар. 360 градустық круговой обзорымен жабдықталған. Келесі кезекте бізде тағы да Nissan X-Trail 2018 жылғы. Бұл жердегі бағасына келетін болсақ, бұл автокөліктің бағасы 15 590 000 теңге екен. 2.5 қозғалтқышымен жабдықталған. Тағы да комплектациясы бұның да LE Top 2018 болғандықтан бағасы кішкене арзанырақ екен. Жүрілген шақырымына келетін болсақ, достар, 53 000 км жүрілген автокөлік. Бұл жерде CVT вариатор орнатылған. Көп адамдар осы вариатордан қорқады, бірақ қазіргі таңда Nissan маркаларының вариаторлары өте надежны болып келеді. Өйткені бұл жерде 12-ші поколение орнатылған, және де вариатордың ішіндегі ременнің орнына цеп орнатылған. Ол дегеніміз, егер де сіз үлкен оборотта немесе қатты айдап ересеңіз, цеп үзіліп кетеді дегендей ешқандай қорқыныш жоқ. Сол себепті вариаторды қазіргі таңда ала берсеңіздер болады. Вариатордың ерекшелігі ол сіздің экономды, бензин эконом болады. Және де бұл автокөліктерде тағы да толық жетекпен жабдықталған. Жалпы келесі кезекке өтейік. Бізде келесі кезекте Nissan тағы да X-Trail автокөлігі. Бағасына келетін болсақ, бұл автокөліктің бағасы 17 590 000 теңге екен. Бұл жерде Asset Top комплектациясы 2 литр қозғалтқышпен жабдықталған. Жалпы 7800 ғана километр жүрілген екен.
360 камерасы бар, алдындағы доптар орнатылған, обесшумка орнатылыпты бұл автокөлікке, подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, подключаемый полный привод, 2 ВД-ға қойсаңыз болады қалада жүрген кезде. Ал егер таулы аймақтарға, тауға шыққан кезде, немесе қарда бір жерде батып қалған кезде, крутилкасы бар өзінің арнайы. Сонымен 4 ВД-ға қойсаңыз, автокөліктің толық жетекті бүкіл полный приводы жұмыс жасайды. Келесі кезде тағы да X-Trail автокөлігі, өздеріңіз көріп отырғандай, уже X-Trail тани бастаған шығарсыздар. Бұл жерде дистроник орнатылған, алдыңғы 19 размерлі диск, жалпы комплектациясы LE-топ деген сөз бұл автокөліктің. Бағасына келетін болсақ, бағасы бұл автокөліктің, так, 1 минут достар, 2019 жылғы екен, 2 литр екен автокөлік, 15 миллион 790 мың теңге екен, LE-топ комплектациясында сатылымда тұр екен. Келесі кезде тағы да X-Trail, бұл жерде де тағы да LE-топ комплектациясында X-Trail рейлингі мен панорамный крышасы бар, артыңғы орындыққа дейін. Бағасына келетін болсақ, бағасы бұл жерде X-Trail'дар өте көп екен, сол себепті сайттан көріп нақтайту қиынырақ болып тұр. Бірақ бұл жерде 2020 жылғы X-Trail 2.5 қозғалтқышымен толық комплектациялы 17 мың ғана шақырым жүрілген. Цветіне келетін болсақ, қараңыздар, цветі белый перламутр. Ана жерде просто ақ цвет, аржанда тағы да белый перламутр. Состояние өте жақсы екен. Жалпы келесі кезекте Lexus 570 автокөлігі, бұл жерде уже внедорожниктар кетеді. Lexus'тың бағасына келетін болсақ, салам алейкум, как ты? LX 570 автокөлік сатылымда қазіргі таңда. Бағасына келетін болсақ 17 миллион 490 мың теңге екен. 2008 жылғы 215 мың шақырым жүрілген. Резинасы 285-те 50-де R20, өзінің оригинал дискларымен. Бесключевой доступ. Состояниесіне келетін болсақ, жақсы состояниеда екен. Өйткені 2008-ден бері алдыңғы сиденье орындықтарына келетін болсақ, тап-таза, автокөлік толық химчистка өткен сияқты. Соған қарағанда түсіне келетін болсақ, ақ түсті, бұл обычный ақ, толық бесключевой доступ 4 есігінде, комплектациясы, значит, толық деген сөз. Ал енді келесі кезекте Nissan Patrol автокөлігі. Nissan Patrol автокөлігі, егерде қателеспесем, 2015 жылғы состояниесіне келетін болсақ, жақсы состояниеда сияқты екен. Патролдың неліктен осы 2014-тен жоғарысын таңдау керек, егер сіз патрол қарап жүрсеңіз. Өйткені 2011, 12, 13 жылдардағы ол Dory Style болып саналады. Ол кезде бұлардың 5.6 қозғалтқышында, достар, проблема бар. Өйткені ол цеп деген проблема бар. Өйткені өздеріңіз білетіндей патролдар отзывной компаниямен, егер сіз патролдың егесі болсаңыз, Nissan орталығына хабарласуыңыз керек. Өйткені отзывной компаниямен Dory Style'дары 2013-ке дейінгі жылдағылары компанияда тегін жөнделеді. Өйткені бұл жерде цепінде проблема бар. Өйткені бұл автокөліктерді құрастырған кезде өзінің мануалы книжкасында бір цепті дұрыс қойылмаған. То есть цеп бір неге ауысып кеткен, сол себепті бұны толықтай сізге тегін цепін ауыстырып беруі мүмкін, егер сіздің автокөлігіңіз отзывной компаниямен жұмыс жасалмаса и осы Қазақстанда сатып алынған болса. Патрол бізде 2015 жылғы 138 мың ғана шақырым жүрілген, 5.6 қозғалтқышымен жабдықталған. Бұл 2015, бұл толық рестайл, ақ түсте, белый жемчуг түсінде, жалпы кожаный салонымен, состояниесі өте жақсы екен. Жүрілген шақырымы бар болғаны 138 мың ғана екен. Дизайн өте ерекше, енді бірақ өте үлкен автокөлік, жалпы автокөлік өте мықты. Жүрісі де мықты, полный привода мықты, және бағасы қолжетімдірек чем Toyota Lexus'терден қарағанда. Келесі кезекте бізде Infiniti QX80 автокөлігі. Infiniti Patrol және де QX80. Infiniti Patrol. Бұл дегеніміз Toyota мен Lexus сияқты. Мынау мысалы Toyota болса, қолжетімді бағада. Ал Infiniti болса, ол уже Lexus, сегменті бизнес-класс болып саналады. QX80 автокөлігіне келетін болсақ, жалпы бағасына келетін болсақ, прайста жоқ екен, бірақ менеджерден сұрап білдік. Бұның бағасы 18 миллион теңге екен қазіргі таңда. Состояниесіне қаратын болсақ, өте жақсы. Бұл да рестайл. QX-тарында, жаңағы Patrol мен QX-тарында
рестайлдарын алу керек, 2014-тен жоғарысын алу керек. Өйткені бұның рестайлдары ғана моторынан ешқандай проблема жоқ, өйткені уже жаңағы проблемасын цеппен уже доработанный болып келеді. Ал біз кроссоверлар және де джиптар сегментіне өтіп кеттік, достар. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Келесі кезекте біз уже бұл автокөліктерде бизнес-класс сегменттерін және де қымбат автокөліктерді көрсететін боламыз. Бұл жерде Cadillac-тар да бар екен, және де Land Rover бар екен, Jaguar F-Pace бар екен. Сол автокөліктерді көру сізге қызық болса, лайк, коммент жазып тіркеліп кетіңіздер біздің каналға. Ал бізбен бірге болыңыздар. Келесі 3-ші частьта бізде уже қымбат сегменттерді көрсететін боламыз, және де Toyota Camry автокөліктерде бар екен, соларды сіздерге көрсететін боламыз. Ал сау саламатта болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.